Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы екі санын көбейту және бөлу. Жалпы бүгінгі сабағымызда екі санына кестелі көбейту және бөлу амалдарын үйренеміз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын алдымен өлең жолдарын бірге оқиық. Математика қызық пән, бәріміз оны білеміз. Қызықты есеп шығарып, тез жауабын береміз. Балалар, мұнда екі санның көбейту кестесі. Естеріңе сақтап, жазып алыңдар. Екіге қалдықсыз бөлінетін сандар жұп сандар деп аталады. Екіге бөлінбейтін сандар тақ сандар деп аталады. Балалар, сендерге сұрақтар қоямын. Кім жауап береді? Қандай сандар екіге бөлінеді? Қандай сандар екіге бөлінбейді? Көбейту мен бөлу өзара қандай амалдар? Ендеше бәріміз орнымыздан тұрып, өлең жолдарын қайталайық. Орнымыздан тұрамыз, қос бүйірді сығамыз, оңға солға бұрылып, бір айналып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5 қолды қолға ұрамыз. Мұнда сендерге видеоролик берілген, барлығын бір билеп алыңдар. Кім жылдам? Балалар, мына жерде сендерге 4 есеп берілген. Кім бірінші тез жауабын шешеді? Мұнда балалар, екі санын қалай көбейтеміз, қалай қосамыз және қалай бөлеміз, барлығы көрсетілген. Мұқият қарап шығайық. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. Көбейткіштердің орындарын ауыстырғаннан көбейтіндінің мәні өзгермейді балалар. 3-ті көбейтеміз 4-ке тең болады 12. 4-ті көбейтеміз 3-ке тең болады 12. Балалар, сандардың, яғни көбейтіндінің орны ауысқанмен мәні ешқашан өзгермейді. Ендеше жұмбақты шешейік. Кім бірінші табады? Бірден кейін тұрамын, сандар іші тұрағым. Бірді бірге қосқанда мен иіліп шығамын. Екі аяқпен жүремін, екі көзбен көремін. Екі қолым бар менің, екеу құлақ білемін. Балалар, бүгінгі сабақта не түсіндіңдер? Барлығы түс арқылы көрсетейік. Бәрін түсінсеңдер, жасыл түс. Кейбір нәрселерді түсінбесеңдер, сары түс. Егер барлығын түсінсеңдер, қызыл түсті басамыз. Сау болыңдар балалар.